Сәлем достар, пайдалы ақпаратымыздың кезекті тақырыбы сіңірдің тартылуы. Сіңірдің тартылуы қандай дерттен дерек береді? Мүмкіндігінше дәрігерге тексеріліп, ем қабылдағаныңыз жөн. Аяқ қолыңыздың сіңірі жиі тартылса, бұлшық етіңіз ауырса, қан тамырларында жайсыздық орын алса, онда қандай да бір дәрумен мен минералды заттардың жетіспеушілігінен болады. Кей жағдайда басқа да аурудың әсерінен сіңір тартылады. Енді себептеріне келейік. Ағзаның сусыздануы. Адам ағзасында ылғал жеткіліксіз болған кезде бұлшық еттердің жиырылуы жиілейді. Ол кезде жүйке талшықтардың терминалдық бөлімдері сезімтал болып, бұлшық еттің құрысуы пайда болады. Мұндай жағдайда күннің ыстығында қарқынды спортпен айналысу кезінде жиі қайталанады. Кейбір микроэлементтердің жетіспеушілігі ағзада микроэлементтер жеткіліксіз болғанда органдар тарапынан әртүрлі проблемалар туындайды. Атап айтқанда, бұлшық еттердің дұрыс жұмыс істеуі үшін денеге кальций, калий, магний және натрий қажет. Ол заттардың жетіспеушілігі дұрыс тамақтанбағаннан, микроэлементтердің сіңуінің бұзылуынан туындауы мүмкін. Қант диабеті. Бұл дертке шалдыққан науқаста түрлі жағдайлар көрінеді. Ағзаның жұмысы бұзылады. Тамырлар мен жүйке жүйесі сыр береді. Оған қоса аяқ қолдың сіңірі тартылады. Варикоз. Аяқтың төменгі тұсының ісінуі. Аяқтардағы ауырсыну мен шаршау варикоздың белгісі екені мәлім. Бұл көбінесе тамырлардағы қан ағымының бұзылуынан, қанның тоқырауынан және жүйке жүйесінің бұзылуынан туындайды. Варикозы бар кез келген науқастың аяқ қолының сіңірі тартылады. Гормоналды теңгерімсіздік гормоналды тепе-теңдіктің өзгеруімен қайта қалпына келуі кезінде жиі сіңір тартылады. Көбінесе жас өспірімдерде немесе етеккір үзілісі кезеңдерінде байқалады. Ішімдікпен темекі тұтыну. Ішімдік те ішу, темекіні де шегу тамырларда өзгеріс тудырады. Сондай-ақ кейбір маңызды микроэлементтердің сіңуін бұзады және де жүйке жүйесінің жұмысына кері әсер береді. Бұл кезде аяқ қолдың сіңірі тартылады. Дұрыс дене температурасының жоғарылауы. Феверилі құрысулар. Дене температурасының жоғарылауының жанама белгілерінің бірі болып табылады. Енді кімнің сіңірі жиі тартылатынын біле жүріңіз. Спортшылар мен ауыр салмақтағылар. 3 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер. Күшті гормоналды өзгерістер кезеңіндегі әйелдер. Жүктілік, етеккірдің үзілуі, етеккірдің бастапқы кезеңі. Ұзақ уақыт аяғынан тіке тұрып жұмыс істейтіндер. Алкоголь мен темекіге әуес жандар. Қатаң диеталарды ұстанатындар. Қалқанша безі, қан тамырлары ауыратындар мен қант диабетіне, онкологиялық ауруға шалдыққандар. Күнделікті сұйықтықтың жеткіліксіз мөлшерін тұтынатындардың сіңірі жиі тартылады екен. Ал сіздің сіңіріңіз жиі тартылады ма? Оның емдеу жолын қарастырып көрдіңіз бе? Төменге пікір қалдыра кетіңіз. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Достар, бұдан да басқа пайдалы ақпараттар жалғасын тапсын десеңіз, каналға тіркеліп, қоңырауды басыңыз.